отандық танымал әнші Сәкен Майғазиев Шымкентте басшылық қызметке ауысуына байланысты отбасымен бірге оңтүстік өңірге көшпек. 2020 жылдың желтоқсанында Сәкен Майғазиев Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымы директоры қызметіне тағайындалды. Жаңа қызметіне орнығып алған соң әнші Наурыз мейрамына дайындық бастағалы жатыр. Аталмыш басылымға сұхбат берген өнер иесі өзінің жаңа жұмысына қызу кірісуіне не себеп болғанын айтты. Бұған дейін Майғазиев 2 жыл бойы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында шығармашылық пен халықаралық қатынастар бөлімінің проректоры қызметін атқарды. Өнер иесі бүгінде өнер академиясымен де шығармашылық жұмысты тоқтатпауды шешкен, алайда проректор қызметін тапсырған. Айтуынша, бұл ұсыныс түскен кезде ең алдымен анасына хабарласқан. Ұсыныс түскен кезде таңғалдым. Алматыдан Шымкентке бару жағы да ойландырды. Бірақ ол өзімнің туған жерім, бір жағынан анамды қуантқым келді. Анам қазір Созақ ауданында тұрып жатыр. Анама бір қадам жақындап, разылығын алғым келді. Мұны естіген анам да жақын болғаның тіпті жақсы деп қуана кетті, деді әнші. Одан кейін әнші жарымен кеңескен. Айтуынша, әйеліне Шымкент қаласы бұрыннан ұнайды. Сол себепті бірден келісе кеткен. Менімен бірге өмір сүретін адамдардың ыстық суықты бірге көретін жандардың пікірі әрқашан да маңызды. Олар бұл шешімді қуана қабылдады. Отбасыммен бұл мәселені шешкен соң, академиядағы басшылыққа хабарласа бастадым, дейді ол. Музарт әншісі бұған дейін де өзіне түрлі қалалардан ұсыныс түскенімен не себепті дәл осы қызметке келісімін бергенін түсіндірді. Алдағы уақытта Қазақстанның қай өңірі болса да, оң жамбасыма келіп жатса, барып жұмыс істеуге дайынмын. Бастысы, қазақ игілігіне, қазақ өнеріне пайдам тисе болғаны. Шақыртуды құп алуыма да осы себеп болды. Бұған дейін де маған шақыртулар түскен еді. Ол кезде бұл лауазымнан жоғары қызметті ұсынды. Жепсіз байланып қалатындай болдым. Сол себепті келіспедім. Ал бұл жер өзім қалайтын шығармашылық орта, деді Майғазиев.